Саламатсыздарбы балалар? Бүгүн информатика пәнинен веб жобалоо бөлүмүндөгү сайттын карапайым алгачкы бетин куруу, кестеде орналашкан акпаратты бар беттерди курууду карастыратын болобуз. Окуубуздун негизги максаты веб баракчаларды азирлөөдө HTML тегтерин колдонуу. Сабагыбыздын бүгүнкү максаты баракчаларды азирлөөдө HTML тегтерин колдонууду үйрөнөбүз, кесте курууду үйрөнөбүз жана веб баракчаларын курастыратын болобуз. Өткен сабагыбызда биз HTML-дын эмне экенин жана тег дегенин эмне экенин билдик. Жана өздөрүнүн алгачкы веб баракчаларында курдуңдар. Эми бүгүн жаңа тегтер менен таанышатын болобуз. Бизде HTML куратын ички такырыбын 6 түрлүү тәсилмен белгилөөгө болот. Ягни H1ден H6га дейинги тегтердин көмөгү менен жазууга болот. Абзацты жазууга болот тег менен, көлдөгөн сызыктарды жазууга болот. Және де жаңа жол менен аякталатын тегтер бар, оны BR деп жазамыз. Курсивте және жартылай кармда турган тегтерди карастырууга болот. Эми бүгүнкү сабагыбызды ныгайтуу максатында Абай атамыздын бир шумак өлеңин жазып, веб баракчасын курастырып көрөйүк. Бул үчүн биз алдымен Абай атамыздын өлеңин алабыз және оны блокнот бағдарламасына жазып, бизде мында BR тегин алдык. BR теги бизге эмнени көрсөтүшүдө? BR теги бизге жаңа жолдон баштауду көрсөтөт. Және D тегин алдык, ол бизге калыңдатылып жазылган тегти көрсөтүлөт. Жазылып болгон тегтерибизди, дайын тегибизди жазып болгон сохранить как аркылуу кыз деген атау менен сактайык. Кыз. Сосын бизде веб баракчаны курган кезде міндетті түрдө HTML кеңейтилген жазуумуз керек. HTML кеңейтилген жазып тактадык. Және де бизде мен жумуш стөлүнө сактадым. Силердин өздөрүңүздүн жеке бумаларыңыз болуу керек. Менде мында жумуш стөлүндө кыз деген жаңа веб баракчам пайда болду. Бул веб баракчанын ичинде Абай атамыздын бир шумак өлеңи жазылган. Және де енді біз өзіміздің сабағымыздың келесі бөлімін жалғастыру мақсатында кесте құру түрлерін қарастырамыз. Кесте құруда бізде тағы да жаңа тегтер қолданылады. Table деген, яғни текст дескрипторлардың көмегімен құрылатын кесте. Кестенің ішінде олар тақырыптар, қатарлар, ұяшық сандары жазылады. TD теги бізде қатардағы ұяшық мәндерін анықтайтын дескриптор. TH кестедегі баға мен қатар тақырыптарын анықтайтын дескриптор. TR кестенің қатар санын анықтайтын дескриптор болып есептеледі. Және де кестенің стилін өзгерту атрибуттары болады. Яғни бір ұяшықтарды бір-бірінен қосуға және бір қатарға біріктірілетін ұяшықтар тағысындағы. Енді бір анықтай кететін жағдай, бізде түсті анықтау үшін қажетті атрибуттар қолданылады. Кез келген түстерді жазып, және өзінің керекті санын жазып отырасыздар. Енді осы кесте құру мақсатында осы бір берілген құрастырылған тегтерді веб парақшамызға құрып көрейік. Мен мына жерде тақырыпты BB11 тобының сабақ кестесі деп алдым, негізгі тақырыпты. Және де ішкі тақырыпты BB11 тобының деп алдым да. Енді кестеміздің құрамына келсек, бірінші жолдағы кесте бізде TR деп ашылып, TD ішкі құрамындағы ұяшықтарды көрсетеді.
Бірінші ұяшығында сабақ, сосын дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі деген ұяшықтар орналасады. Оның астындағы ұяшықта, яғни мына жерде ТД1 деген келесі бірінші ұяшығында сән атаулары берілген. Сіздерге жеке-жеке көрсетілген, міндетті түрде ашылады, ұяшықтар саны қайтып жабылып отырады. Енді біз тағы да веб парақшасын құрып көрейік. Веб парақшасын көріп көру үшін тағы да блокнот қосымшасын аламыз. Блокнот қосымшасын аламыз да соған берілген дайын мәтінімізді салып, сохранить как. Мына жерде біз енді сабақ кестесіне қояйық. Сабақ. Сабақ кестесі. Аштан кеңейтілімін жазып тақтадым. Сонда менде тағы да жұмыс бөлімінде мына сабақ кестесі деген екінші веб парағым пайда болды. Бұл кезде міне ББ11 тобының атауы берілген, сайттың атауы, және оның ішінде ББ11 тобы, соның ішінде олардың сабақ кестелері берілген. Жақсы. Енді осы беттерді танысып болғаннан кейін сіздер өз беттеріңізбен тағы да кесте құрып аласыздар деп ойлаймыз. Және де сіздер бүгін парақшаларды әзірлеуде тегтерді қолдана аласыздар. Және кестеде орналасқан ақпараттар бар беттерді құра аласыздар. Яғни біз жаңа сабақ кестесі бар кесте құрдық. Және де өздеріңіздің жеке парақшаларыңызды жасай аласыздар. Енді практикалық жұмыс ретінде сіздерге мынандай екі кесте берілген, соны орындаңыздар. Кері байланыс ретінде 10 сынып оқушыларына арналған электронды кітапшаның тақырыптың аяқ жағында сіздерге тапсырмалар берген, солар тапсырмаларды орындап, скриншот жасап, қайтадан жіберулеріңізге болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.